Түркістанда жасанды интеллект дәуірінде медиа және бейбітшілік журналистикасы атты дөңгелек үстел өтті. Шарада жетекші сарапшылар, ғалымдар, журналистер және қоғам қайраткерлері жасанды интеллектті қауіпсіз қолдану мәселелерін талқылады. Сарапшылардың айтуынша, жасанды интеллект дәуірінде жаңалықтар мен оқиғалар тез өзгеріп, болжап болмайтын бағытта дамиды. Сондықтан агрессия, эмоциялық манипуляциялар мен жалған ақпаратқа қарсы әрі ерекше сақ болуға қажет дейді. Бұл бейбітшілік журналистикасының міндеттерінің бірі болмақ. Жиынның мақсаты да осы: медианың, этиканың және жасанды интеллектінің өзара байланысын бейбітшілік журналистикасы тұрғысынан талқылау. Ақпарат кеңістігінде жауапкершілік пен адамгершілік құндылықтарын нығайту жолдарын айқындау. Медиа саласының үлкен тектоникалық өзгерістерге түсіп, архитектурасының өзгеріп жатқаны белгілі. Осы кезеңде жалпы медиа платформалар, әсіресе жасанды интеллект алгоритмдері бұл ізгіліктің тіліне айналу тиіс. Ол өшпенділік емес, татулыққа бастауы керек. Жалпы дін, этика, этникалық мәселелер, отбасыдағы зорлық-зомбылықтан бастап қоғамдағы татулық тіліне дейінгі көптеген тақырыптарды қамтиды.